Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? Есімім Аманжан. Бүкіл адам аңсайтын нәрсесінің барлығын менде де бар ондай. Бай болғым келеді, мен қатты кәдімгідей. Дайын сияқтымын мен бай болуға, бар ғой. Бәрін білемін мен байлық жөнінде. Вилканы сол қолға, пышақты оң қолға. Устрицаны бет лимонмен бет деп жеу керек. Сиырдың сүтінен бөлек, оказывается, еще и миндальный сүт деген бар екен. Оның барлығын білемін мен. Бір өкініштісі тек теорияларды ғана білемін да. Практика жетіспей жатыр өмірімде. Практика болса ғой шіркін. Жалпы бай болсаң андай бір өмірің жеңілденеді ғой. Мысалы кез келген, мысалы мейрамханаға кіргеннің өзінде, мен мейрамханаға, мысалы кафеге, тамақ ішуге келгенде, мен менюді сол жақтан оң жаққа қараймын. Сол жақтан оң жаққа. Оң жақтан сол жаққа емес, сол жақтан оң жаққа қараймын. Алдында бір менюны қарап отырмын, 5000 теңге деп тұр. Сөйтіп барадырмын оң жаққа қарай. Чебуреки деп тұр, пошел нахуй чебурекini. Не құдіреті бар ол чебуректің 5000 тұратын? Үйдегі қара қатқан наным артық екен бар ғой. Мұндай чебуректен. Андай бай болғым келеді, қалай айтсам екен сендерге. Мысалы, ұшақта ұшып келе жатырық. Жарнама болып кетпесін да. Ұшатын Арыстан дейтін әуе компания болсын. Сол ұшақта бүйтіп ұшып келе жатқанда, саламатсыз, сэндвич аласыз ба? Иә. Если что, сэндвич 3000 тұрады. Иә, білем. Барлығына сэндвична. Осындай бай болғым келеді бар ғой. Бәріне сэндвич жегізіп, андай. Жалпы шетелден келген жұлдыздардың концерттерін өз көзіммен көргім келеді мен. Андай біреудің стористары арқылы емес, тикток арқылы емес, кәдімгі өзімнің ботадай көзіммен былай кәдімгі қарағым келеді да, сезініп кәдімгі. Жалпы ойлаймын да, қашаннан бері ежелгі DVD жұлдыздары осындай шешімге келді. Бля, или чо, Қазақстанға барамыз ба деген. Ойлап көріңдер, Akon, 50 Cent, Exhibit келе жатыр дейді жақында. Exhibit білмеймін ол қалай рэппен жинай ма, жалпы. Exhibit танисыздар ма, жалпы? Білмейтіндеріңіз болса, ол әлемдік деңгейдегі бағдарламалық тачка на прокачку деген машинаны өзгертетін. Мен ойымша ол рэппен келсе, біздің елге аса адам жинай алмайды сияқты. Бірақ мүмкін утилизбордың мәселесімен келсе. Халық арена лық толады ғой кәдімгі. Сол мәселемен келсе базар жоқ онда. Жалпы осы мамыр айында Николь Шерзингер мен T.I.дің концерті өткен. Сол концертте болған адамдар болса шапалақ ұрсыншы. Таза өзімнің аудиториям екен ғой. Өңкей бейшаралар кілең жиналып қалғаншы. Сол концерт шыққан кезде мен сайт арқылы қызық үшін бағасын көрдім. Ең қымбат билет бағасы 200 000 теңге екен. 200 000 дегенді көргенде мен миымдағы нейрондар біргіп кетті де былай. Нахуй нужно деген ақпарат берді ғой, бірден кәдімгідей. Келсе мен, Николь Шерзингер ол әлемдік деңгейдегі жұлдыз. Оның жасы 47 екен еще. Өмірде былай қарасаң, Чотан қалайсың өмірде? Не істеватсың өмірде сондай 47 деп вообще айтпайсың. Бірақ оның жанындағы жұлдыз болып келген T.I. деген рэпер менің ойымша өзінің жұлдыздығын сәл кішкене артық бағалайтын сияқты. Өткен Алматы концерттерінің бірінде мынандай үзінді көріп қалдым. Тиктоктан. Бүйтеді T.I. өзінің әнін айтып жатыр. Oh, I can't run an ends to know. Сосын бүйтеді ғой. Еблансың ба? Бұл Қазақстан ма? Бұл не күтті бізден? Бүйткенде бәріміз тақылап, әнікені мана тәнсіп, кәдімгі айтып шығу керекпіз ба? Вообще ойланбапты екен, Сондықтан да біздің әртістерді фантазиясы жоқ деп ойлап қалмаңдар. Олар әдейі өздерінің әндерінде 10-15 рет қайталап андай болмайтын сөздерді әдейі айтады. Өйткені осындай ситуацияға тап болса, ондай болып қалмайтындай, Мысалға, тексеріп көрейік мысалы, Не әңгіме. Хуйня ғой. Аны айта алатын шығармыз, А дегенде бейт, микрофон келгенде, А деу керек ма? Деймін ғой мен. Ол қиын нәрсе емес. Бірақ біздің әртістер қазір тоже эволюция кішкене дамып баратыр. Открываю двери без ключа. Тоже. Қиын емес аса. Чу-чучаны да айта аламын мен негізі. Жоқ, ойлаймын да, билеттің бағасы. Мысалы, Николь Шерзингер мен T.I.дің концертіне келдім, 200 000 теңге билет алдым, алдыңғы қатарға отырмын. Енді тыңдап ән айтайын десем, маған қарай микрофон, нихуя себе еще мен айту керекпін ба? Вообще кайф емес қой.
Вообще кайф емес. Иә, Тиай, Николь Шерзингер. Жалпы осыдан жұлдыздар топтамасы бітпепті. Таңғалдырудан жалықпайды екен Қазақстан жалпы шоу-бизнесі. Кешью мен Snoop Dogg ән жазған. Сол жаңалықты жалпы клибінде көрмедім, жаңалығында естімедім дейтін адамдар болса, шапалақ ұрып жіберсе. Ойлаш. Кешью мен Snoop Dogg ән жазды. Бұл андай жасанды интеллектпен екеуін сіксіндіріп қойып қойған жоқ кәдімгідей. Мысалы, Заттыбек пен 50 Cent деп қудыртады, онда емес. Кәдімгідей шынайы кездескен екен. Салматса Кешью, салматса Snoop Dogg. Оқля, жанар дұғалы жоқ па не сендерде дейді. Ну. Прикинь, Snoop Dogg шарит етсе сені. Айдана медиана олар бар еді ғой депші. Мен білмеймін, қаншалықты сапалы дүние шыққан, жалпы мен көріп атқан, соны істеген адамдар болса, мен ештеме айтпаймын, қаншалықты сапалы дүние шығып атқан, комментарийді оқып атқан шығарсыздар енді адамдардың. Мен оған жоламаймын. Мен жалпы үміттенетінім Snoop Dogg келген кезде, жалпы осы жазда, мамыр айында келген кезде, біздің қазақстандық, жаңа қазақтың өзіміздің қонақ жайлығына жақсы күтіп алса екен. Жақсы күтіп алған, ау деп ойлаймын мен Snoop Dogg'ты. Күтіп алып кәдімгідей қатыр жіберсе екен Snoop Dogg'ты бар ғой. Қатыр жіберіп, ана шектіріп жіберу керек ана Snoop Dogg'ты. До того қатты шектіріп жіберу керек, чтобы анау көтін қысатындай бар ғой. Енді кәрі шекпейін дейтіндей. Ондай заттар бізде көп Қазақстанда. Бірақ шекпейіңіздер болмайды. Жалпы ойлап қараймын да, өзімнің фантазиямда, мысалы, Қазақстан делегациясы тұр. Бұл жерде Snoop Dogg театр ғой. Театр. How, Mr. Snoop, welcome to Kazakhstan. It's in our country for you. Шөп. Snoop Dogg ол әлемдік деңгейдегі жұлдыз, ол бірден қабылдамайды ғой сыйлықты оландай. Oh man, double T. I don't smoke this weed. Oh man, double T. Қоттақ чемей көтеш, бля. Басты ауытып жібердің ғой в натуре. Сен деп шашылып атырық мына жерде. Ебать, мынау қызылардікі ма не? Бля, мен қазақша сөйлей аламын. Не айтқым келіп жатыр бұнымен? Ешқандай да зиянды заттар, нашақорлық нәрселерді мен дәріптеп жатқан жоқпын, ол жаман нәрсе. Мен жалпы бұл айтқым келгені қазақ тілінің дамуына үлес қосып жатырмын мен. Егерде шетелден келетін әрбір қонақты күтіп алып, столын жайып беріп, еще параллельно бір 3-4-5 сөз қазақша үйретіп жүрсек, уже победа. Мен ойымша, уже жеңіс та. Жеңіс ол үлкен жеңіс. Жеңіс ол үлкен жеңіс деген. Ебать, сексті жерім ғой. Жалпы мен түсіндім не үшін шетел жұлдыздары Қазақстанға келе бастады соңғы уақыттары. Мен ойымша олар aviasales.kz арзан авиабилеттер жүйесін біліп алған сияқты. Деп көтін жаптым енді. Жалпы маған достарым айтады, сен байлық жайлы көп кәдімгідей байлықты аңсайсың, андай материальный бір тварь екенсің. Мен деймін, ол керек ақша өйткені. Саған баю үшін тек қана бір нәрсе жасау керек, саған үйлену керек дейді Аманжан. Үйлену керек. Егер де залда отырған, тұрмыс құрған болмаса, үйленген жігіттер болса, жалпы отбасы құрған адамдар болса, шапалақ ұрып жіберсе. Ассалаумағалейкум, брат. Есімің? Айдос, Қуаныштың, Аманжан. Жалпы отау құрғанына, жалпы семья болғанына қанша жыл болды? 6 жыл болды. Міне қара, 6 жылдың ішінде сен материалдық жағдайың өзгеріп кетті ма? Forbes-тың тізіміне кірдің ба, брат? Жоқ, кірмедің. Бірақ направление бар айтыр, На жаққа қарай емес қой, мына жаққа айтыр, Болды, әдемі. Маған просто айтады, сен түсінбейсің қазір, сен бойдақсың дейді. Вот үйленсең, түсінесің дейді. Не сөз ол, блядь? Үйленсең, түсінесің деген. Мен бір досым, походу, бірінші реттен түсінбеді. И қазір екінші рет түсінуге тырысып жатыр енді. Сол екіншісінде түсінсе дұрыс болады енді негізі. Жоқ, адамдар жыртады деген жөн бөлін. На тақырыпты мен айту керекпін қалайда. Өйткені ол бәріміздің жалпы бүкіл әлеуметтік желіде болсын айтылып жатқан нәрсе. Мен бұны айтпасам болмайды. Олимпиада жөнінде. Мен 9-шы сыныпта химиядан олимпиадаға қатысқанмын негізі. Ебать, прикинь, соны айтсам ше. Жоқ.
Жалпы қазір Парижда болып жатқан олимпиада ғой. Нақма химияда қатысқаным сендерге. Париждағы олимпиада жөнінде бәріміз жалпы үлкен бір дау пайда болды ғой. Алжирлік жаңағы қыз боксер жөнінде. Мен сол бірінші рет жаңалықты көргенде ойладым. Жұрттардың транстарын қарашы. Елдің намысын көтеріп, үлкен әлемдік деңгейдегі жарыстарда елім жерім деп шығып жатыр. Біздің транстар қайда? Намыс жоқ па сонда біздің транстарда? Жұрттар әні бокстасып жүр. Біздікілер қайым жеп стримдап отыр мысалы. Бірақ та бүгін мен біріншіден ол алжирлік спортшы ол қыз. Соны құттықтаймын, алтын медаль алыпты. Және де өзінің жаңағы пресс-конференциясында айтыпты бәріне. Бүкіл сұрақтарыңа жауап берейін, мен негізі қызбын деді, әйел адаммын. Мен ойымша бұл кәдімгідей таза мужской ответ екен деймін, да? Жоқ. Таза жігітше мойындап та қыз екен. Қоймайды дейсің, жоқ. Шүкір. Не дейміз басқа? Құтты болсын. Соңында, жалпы мені андай адамдар қатты таңғалдырады демей-ақ қояйын, қызық көремін мен соларды. Мысалы, осылай ортада отырасың, ортада отырғанда, бір адам өзімен өзі былай отырады да. Бля, мен что-то ауырайын деп тұрған сияқтымын. Түрі вроде нормально. Тек қана 2 минутқа бейт темекі шегіп келіп, қайтып кірсем түрі уже ам болып атады ше. Қалай деймін ғой? Жаңа ғана шығып кеттім ғой. Өйткені ол жаман нәрсені шақырып алды. Жаман нәрсені айтсаң, ол бірден келеді. Сондықтан да жақсы нәрсе айтып жүрдіңдер үнемі. Мен осы случайдан кейін үнемі тек қана жақсы нәрсе айтатын болыппын. Мысалы, осылай ортада отырғанда мен бүйтіп бір үнсіздік болып қалған кезде, бля, мен что-то долларовый миллионер болады сияқтымын ғой. Бірақ пока ол жұмыс жасамайды. Егер де мен айтсам, бля, мұрным бітеліп жатқан сияқты, бірден тұмау келетін еді маған. Мә, осы керек па саған деп. Болды. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Аманжан Махметов. Дәс, рахмет. Жаңа ғана шықтым, қалайсыздар, амансыздар ма? Шүкір, жақсы болды. Ойдағыдай. Болды. Рахмет барлықтарыңызға. Жестко. Вы там, где надо, им подумать, давал подумать. Да.